Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысы. Бүгінгі сабақта жануарлар мен өсімдіктердің ортақ белгілерін анықтайсыңдар. Олардың бір-біріне тәуелділігін түсінесіңдер. Жануарлардың тағы қандай топтарға бөлінетінін білесіңдер. Біз алдыңғы сабақта өсімдіктер туралы айтқан едік. Ал бүгін өсімдіктер жайлы алған білімімізді еске түсіріп, оның жануарлармен қандай байланысы бар екенін білетін боламыз. Жануарлар туралы біз төменгі сыныпта да оқыған едік. Солай ма, балалар? Тамаша. Олай болса, мына қатарда берілген суреттер мен сөздерге назар аударыңдар. Осы сөздерге қарап, қай сөздің артық екенін анықтаңдар. Қыран, шортан, сілеусін, көктерек. Жарайсыңдар, балалар, көктерек артық. Себебі қыран, шортан, сілеусін жануар, ал көктерек өсімдік. Келесі қатардағы сөздер мен суреттерге қараңдар. Шырша, елік, түймедақ, итмұрын. Қай сөз артық? Жарайсыңдар, балалар, елік артық. Себебі шырша, түймедақ, итмұрын өсімдік, ал елік жануар. Олай болса, балалар, артық сөздеріміз елік пенен көктерек болды. Елік пен көктеректің қандай байланысы бар екенін бейнематериалдан көрейік. Балалар, мына сурет бойынша қандай маңызды үдеріс жайлы айтуға болады? Дұрыс, өсімдіктер фотосинтез үдерісі кезінде күн сәулесінің энергиясын қоректік зат энергиясына айналдырады. Иә, елік және тағы басқа жануарлар осы өсімдіктермен қоректенген кезде сол қоректік заттарды бойына сіңіреді. Өсімдіктер фотосинтез үдерісінде көмірқышқыл газын оттекке айналдырады. Кейбір жануарлар түрлі өсімдікті қорек ету арқылы өседі, көбейеді. Өсімдік болмаса, жануарлар азық таппай қалады. Азық болмаса, олар жер бетінен жойылып кетеді. Өсімдіктер жел, су арқылы көбейеді. Сондай-ақ, жануарлар мен жәндіктер де өсімдіктердің көбеюіне әсер етеді. Өсімдіктердің көбеюі туралы бейнематериалдан көрдіңдер. Енді мына суреттерге назар аударыңдар. Өсімдікке қандай көмек тигізіп жатыр мына жануарлар? Иә, балалар, өсімдіктің көбеюіне көмектесіп жүр. Олар арнайы өсімдікті көбейтейік деп жұмыс істеп жүрген жоқ, балалар. Ит өзінің азығын табу үшін қандай да бір өсімдіктердің арасына барды. Сол сәтте денесіне өсімдік тұқымы жабысты. Ол жүгіру арқылы, не болмаса сілкіну арқылы басқа жерге ол тұқымды түсіреді. Ал құстар тұмсығына тістеп келе жатқан тұқымды абайсызда түсіріп алуы мүмкін. Біз алдыңғы сабақта тиіннің және жорға торғайдың қалай тұқымдарды топыраққа жасыратынын айтқанбыз. Ал жасырылған тұқымнан жаңа өсімдік өсіп шығады. Міне, балалар, жер бетінде қандай да бір тіршілік болса, судың астында да сондай тіршіліктер жүреді екен. Қараңыздар, судың астында да өсімдіктер бар, жәндіктер бар. Жердің бетіндегі өсімдіктер қалай көбейді? Судың астында да өсімдіктер солай көбейтіп, тіршіліктерін жалғастырады. Ендеше өсімдіктер жануарлардың көмегімен тұқым таратады, ал жануарлар өсімдікпен қоректенеді, әрі оларды баспана ретінде пайдаланады. Жануарлардың өзін бірнеше топтарға бөлгенімізді сендер білесіңдер. Олай болса, мына суретке назар аударып, жануарлардың топтарын анықтап көрейік. Жылқы, қой, сүтқоректілерге жатады. Құмырсқа, көбелек, бунақденелілер. Үйрек, қаз, тауық, құстар. Суда тіршілік ететін дельфин, басқа да балықтар балық тобына жатады. Ал балалар, шылаушын, теңіз жұлдызшасы, медуза қандай топқа жатады? Мына жоғарыдағы топтарға жатқыза алам ба?
Дұрыс балалар, жатқыза алмаймын. Бұған неге деген сұрақ туындайды? Ал жауап беру үшін мына қатардағы суреттерге назар аударыңдар. Түлкі және түлкінің қаңқасы. Балық, балықтың қаңқасы. Қаз, қаздың қаңқасы. Ал медузалардың қаңқасы бар ма? Дұрыс балалар, медузаның қаңқасы жоқ. Бізге тағы неге деген сұрақ туындайды? Балалар, қаңқаның қызыл сызықпен сызылып тұрғанын көріп тұрсыңдар. Бұл омыртқа деп аталады. Омыртқа сүйек пен бұлшық етті шашыратпай біріктіріп ұстап тұрады. Яғни омыртқа тірек қызметін атқарады. Осы суреттегі жануарлардың барлығының омыртқасы бар. Яғни сүйектерін көріп тұрмыз. Ендеше бұл жануарлар омыртқалы жануарлар тобына жатады. Ал медузада біз қаңқа көріп тұрған жоқпыз. Қаңқасы болмаса, ода омыртқа да болмайды. Ендеше бұл омыртқасыз жануарлар қатарына жатады. Омыртқасыз жануарлар қатарына шылаушын, медуза, теңіз жұлдызы жатады. Сонымен бірге балалар, омыртқасыз жануарларға түрлі бунақденелілер, құрттар, ұлулар, өрмекшілер де жатады. Ал балықтар, бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер, сүтқоректілер және құстар омыртқалы жануарлар болып табылады. Сонымен балалар, жануарлар омыртқалы және омыртқасыз болып бөлінетінін білдік. Енді мына суреттерге қарап, жануарлардың омыртқалы, омыртқасыз болатынын қаншалықты түсінгенімізді дәлелдеп көрейік. Мұқият қарап, омыртқасыз жануарларды анықтаңдар. Өте жақсы балалар, ал енді анықтағандарыңды мына суреттермен салыстырыңдар. Ұлу, ара, дәуіт, қоңыз және көбелек. Жарайсыңдар балалар. Омыртқасыз жануарларды тамаша анықтадыңдар. Енді осы омыртқасыз жануарлардың әр қайсының тұсында әріптер тұрғанын байқап тұрсыңдар. Осы әріптерді ретмен қойып, бір сөз жасаңдаршы. Тамаша, тірек деген сөз шықты. Өте жақсы. Ал тірек деген сөздің қызметі не еді? Дұрыс, омыртқаның ең маңызды атқаратын қызметі ол тірек. Сүйектерді, бұлшықеттерді біріктіріп ұстап тұрады. Ендеше балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Қорытындылайық. Жануарлар мен өсімдіктердің ортақ белгілерін анықтап, олардың бір-біріне тәуелділігін түсіндіңдер. Жануарлардың тағы қандай топтарға бөлінетінін білдіңдер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.